Ең бастысы балалардың денсаулығы. Биылғы оқу жылы дәстүрлі форматта өтеді. Сондықтан санитарлық талаптарды сақтау аса маңызды. Жаңа оқу жылына дайындықты білім ұялары әзірден бастап кетті. Бас санитар дәрігердің бұл жөнінде ережесі де бекітілген. Ол бойынша барлық білім беру ұйымдарында күнделікті термометрия, дезинфекциялау, желдету, кварцтеу шаралары өткізілуі тиіс. Кабинеттерде қол жуатын немесе залалсыздандыратын сұйықтықтар, қағаз шашықтар тұрады. Талаптардың үдесінен шығу үшін әр мектепке арнайы қаржы қаралған. Мәселен, қаладағы нөмір 24 мектеп лицейі бұл бағытта 2 миллион теңгеден аса қаржы жұмсап үлгерген. Қазіргі таңда біз жаңа оқу жылына дайындықтарымызды бастадық. Бірінші кезекте бұл биылғы оқу жылына қарастырылған қаржыны игеру. Қазіргі таңда біз осы оқу жылының басталуына байланысты антисептиктермен, ертең біз барлық вентиляциялық жұмыстарды жүргіземіз ғой. Содан кейін әр уақытында берілген хлоркамен жаңағыдай влажный уборка жасауымыз керек. Біз оның барлығына қарастырылған барлық бізде жаңағыдай құрал жабдықтарымыз бар. Онымен жабдықталып отырмыз. Қазіргі таңда біз оқушыларды мектепке қабылдауға дайын отырмыз. Сонымен қатар ережеге сәйкес мектепте барлығы бетперде киіп жүруі міндетті. Әр сынып өз кабинетінде оқиды. Үзілістер әртүрлі уақытта болады. Қажет болған жағдайда қосымша ауысымдар енгізіледі. Тағылған масканы тастауға бөлек қорапта болады. Мектеп басшылығынан бөлек санитарлық талапты сақтауға балалар да атсалысып жатыр екен. IT мектептің 5-ші сынып оқушысы қол тигізбей антисептик шашатын роботты ойлап тауыпты. Мына қолымыздағы дүние бұл 5-ші сынып оқушысы Әмірхан Айсана атты қыз осы роботты құрастырып шықты. Бұл роботтың жалпы құрылысы Lego Maestro роботынан жиынтығынан құрастырылған. Қазіргі таңда ахуалға байланысты қазіргі антисептикті біз қолмен ұстаймыз. Одан да вирус шығуы мүмкін. Мына қолды ұстамай-ақ жақындатқан кезде өзі шашатын роботты құрастырып шықты. Биылғы жылдың басты ерекшелігі мектеп қызметкерлері және ата-аналар мектепке тек ашық бағдарламасымен ғана кіретіндігінде. Бұрынғыша еркін сөзге жол берілмейді. Талап бәріне ортақ дейді шаһардың бас мұғалімі. Қызыл және сары статустағылармен қарым-қатынаста болған балалар да үй карантинінде отыруы тиіс. Биылғы жылы енді еліміздегі ахуалға байланысты, қарап жатқан жағдайларға байланысты дәстүрлі форматта оқытсақ деп жоспарлап отырмыз. Осы бағытта енді ата-аналардың қаншалықты вакцинадан өткенін зерделеудеміз. Мүмкіндігінше осы телеарнаны пайдалана отырып, ата-аналар балаларының амандығы үшін және ол басқа да вакцинадан өткен ата-аналардың балаларының амандығы үшін толығымен вакциналаудан өтсе екен дейміз. Айта кетейік, дәл қазір қаладағы егілуге тиіс 22 мыңнан аса педагогтың 17 мыңға жуығы екі компонентпен де вакцинацияланып қойған. Бұл жаңа оқу жылын кедергісіз бастауға мүмкіндік тудырып отыр. Ботагөз Әбжелел, Нұрлан Бексаидов, Роман Пірімқұлов, Нар Ньюс.